Армысыздар, құрметті студенттер, құрметті көрермендер. Менің аты жөнім Алдабергенов Нұрлан Азатұлы. Мен Қазақ еңбек және әлеуметтік қатынастар академиясында психология пәні бойынша сабақ беремін. Бүгін сіздермен өзімнің электрондық дәрістерінің бірімен, яғни біріншісімен таныстырғым келіп отыр. Тақырыбы түйсіну психологиясының жалпы сұрақтары, сенсорлық перцептивті үрдістердің түрлері, қасиеттері және оның ерекшеліктері деп аталады. Қазіргі таңда өздеріңіз жақсы білетіндей психология ғылымына қызығушылық танытатын адамдардың саны күн сайын өсіп келе жатыр. Және психология ғылымы қарқынды даму үстінде деп айтуға болады. Психолог қызметіне көп көңіл бөлінуде, шетелде ғана емес, біздің мемлекетімізде де, Қазақстан Республикасында да психолог қызметіне көп көңіл бөлініп, психологтарға арнайы жабдықталған кабинеттер беріліп жатыр. Соңғы кезде психологтардың жұмысына көп назар аударылып, олардың жағдайлары жасалып жатыр деп айтуға болады. Неге мен соңғы кезде деймін? Себебі біріншіден психология ғылымы өзі жас ғылымдардың бірі болып табылады. Екіншіден, Совет өкіметі кезінде психологиялық көптеген бағыттар, психологиялық көптеген зерттеулерге тыйым салынған болатын. Қазір міне Қазақстан Республикасы егемендік алғалы бері, тәуелсіздігіміздің байрағын көтергелі бері, қалағанша зерттеулер өткізіп, сол зерттеулерді білім беру саласында болсын, немесе басқа да қызмет көрсететін салада болсын, солардың нәтижелерін көріп жатырмыз міне. Әрине, психологиялық ғылым өте қызықты және маңызды ғылымдардың бірі болып табылады. Сонымен бүгін сіздермен таныстыратын бірінші дәрісім түйсіну психологиясы деп аталады. Түйсіну психологиясы бұл жалпы психологияның негізі болып табылады. Тақырып барысында келесі үш сұрақты қарастырамыз. Біріншісі, танымдық үрдістердің психология ғылымындағы анықтамасы, танымдық үрдістердің түрлері, қасиеттері мен ерекшеліктері, түйсіну ұғымына анықтама береміз. Жалпы психология ғылымын қарастырғанда, психология саласын қарастырғанда, оны үлкен екі бағытқа бөліп қарауға болады. Бірінші бағыты ол тұрмыстық психология, екінші бағыты ғылыми психология. Тұрмыстық психологияда кездесетін ұғымдар, түсініктер, тұжырымдамалар ғылыми психологияда да кездеседі. Олар бір-бірін толықтырып отырады, кейде қарама-қайшы келіп қалатын ұғымдар да бар. Міне осындай толықтырып отыратын ұғымдардың бірі деп айтайық, түйсіну ұғымы. Түйсіну тұрмыстық психологияда ойға өзінің бұрын көрген, естіген білімдерін түйу, ойлау деген сөздермен бірге қолданылады. Сонымен бірге интуиция деген сөздің орнына да қолданылады. Сезім деген сөздердің орнына қолданылады. Ғылыми психологияда бұған кішкене басқаша көзқарас бар. Сол көзқарастармен мен сізді таныстыра кетемін осы дәріс барысында. Тақырыбымызды бастамастан алдын психикалық құбылыстарға көз жүгіртіп, шолу жасасақ деп ойлаймын. Психикалық құбылыстар үлкен үш топқа бөлінеді. Біріншісі психикалық үрдістер, екінші психикалық қалыптар, үшінші психикалық қасиеттер. Міне, тез жиі арада өзгеріп отыратын ол психикалық үрдістер. Психикалық қалыптар ол үрдістерге қарағанда қалыптырақ болып келеді. Психикалық қасиеттер ол адамның туа біткен мінезінде қалыптасып қалған қасиеттері болып саналады. Міне, психология ғылымы психикалық құбылыстарды қарастырады. Қазіргі таңда осы үш психологиялық үрдістер, қалыптар, қасиеттердің жиынтығынан тұрады деп есептеуге болады. Мінез құлқы. Енді психикалық қалыптарды қарастыратын болсақ, ол келесі түрлері бар. Қалыптардың ол көңіл күй, көтеріңкі көңіл күй, немесе көңіл күйдің болмауы, бәрі сол психикалық қалыптарға жатады. Адамдардың қызығушылықтары, шабыты күйзелістерге түскен болса, міне осы бәрі психикалық қалыптар деп есептеледі. Психикалық қасиеттерге жаңағы алдына айтып өткендей адамның бағыттылығы жатады. Тума біткен темпераменті, мінезі, қабілеттері психикалық қасиеттер болып есептеледі екен. Психикалық үрдістерге танымдық үрдістер, психикалық үрдістердің өзі үш үлкен топқа бөлінеді. Біріншісі танымдық үрдістер, екіншісі
эмоционалдык, эрктик үрдүстөр. Üçüncüsü eriktik үрдүстөр. Таамдык үрдүстөр түйсүк, кабылдоо, эс, ойлоо, кыял, сөйлөө, зейин деп осы үрдүстөрдөн турады. Эмоционалдуу эрикти үрдүстөр булар сезимдер мен эрик касиеттер болуп табылат. Ерекшеликтер. Сонымен міне алдарыңызда таамдык үрдүстөрдүн аныктамалары, сенсорлук перцептивдүү үрдүстөр деп түйсүк менен кабылдоодо жаткызабыз. Буга түйсүк дегенimiz сырткы дүние заттары мен кубулустардын жеке касиеттерин сезим мүчөлөрүнө тикелей әсер этүүнө пайда болатын миидагы бейнелерди айтабыз. Заттар мен кубулустардын миида тутастай бейнеленүүгө кабылдоо үрдүсү болуп табылады. Сонымен түйсүк ежелгиден бери түйсүктүн 5 түрүн ажыраткан. Олар биринчиси көрүү, эстүү, сыйпап сезүү, дәм сезүү түйсүгү деп ажыраткан болот. Кийин иіс сезүү түйсүгү. Көрүү түйсүгү. Көрүү түйсүктөрү биздин көзүбүзгө электромагнит толкундардын әсер этүүнүн натыйжасында пайда болот. Эгер бир убакыттын ичинде көзүбүзгө узундугу 380 780 миллимикронга дейин электромагнит толкундар әсер етсе, біз жарыкты сеземіз. Белгілі ұзындығы бар әр түрлі толкундар әсер етсе ғана көз заттарының түсін немесе бояуын ажыратады. Мысалы, қызыл түс 630-800 миллимикрон аралығында біз қызыл түсті көреді екенбіз. Сары түс 570-590 миллимикрон аралығында. Жасыл түс 500-570 миллимикрон, көк түс ең төменгі аралық көк түске келеді екен, ол 430-480 миллимикрон аралығында біз көк түсті көре алады екенбіз. Спектрге қараған кезде одан табиғатты 7 негізгі түсті айыруға болады екен. Ересек адам түстің 180-дей жеке түрлерін және оның 1000-нан астам реңктерін ажырата алады екен. Сонымен түстөрдү үлкен екі топқа бөліп қарастыруға болады. Біріншісі ахроматикалық түстер, оған ақ, қара және сұр түстің барлығы кіреді. Екіншісі хроматикалық түстер, оған боялған түстер кіреді. Ахроматикалық түстерден қалғанның барлығы хроматикалық түстерге жатады. Алдарыңызда көздің суреті, көздің анатомиялық құрылымы. Көздің болсын, немесе бүткіл дененің болсын, ішкі және сыртқы жақтарында арнайы рецепторлар орналасқан. Сол рецепторлар сыртқы орта туралы, немесе ішкі мүшемізде болып жатқан, ішкі ағзамызда болып жатқан өзгерістер туралы миға афферентті жолдар арқылы миға ақпарат беріп отырады. Сол ақпараттар мида бейнелер туғызып, сол бейнелер түйсік деп аталады. Есту түйсігі. Есту мүшесін тітіркендіретін ауа бөлшектерінің тербелістері болып табылады. Дыбыс толқындары. Ауа бөлшектерінің тербелістері тербелудің жиілігі, амплитудасы және тербелудің түріне қарай ажыратылады. Міне алдарыңызда құлақтың анатомиялық құрылымы. Сонымен дыбыстың жоғарылығын ажыратуға болады. Дыбыстың қаттылығын, дыбыстың тембрын ажыратамыз. Үш жағы болады, есту түйсіктерінің үш жағы болады. Міне, бірінші дыбыстың жоғарылығы, екінші дыбыстың қаттылығы, үшіншісі дыбыстың тембрі. Біздің құлағымыз 1 секунд ішінде 16 тербелістен, немесе 16 герцтен 22.000 герц тербеліс ішіндегі дыбыс толқындарын сезе алады. Жиілігі бұдан асатын тербелістер құлақ шала алмайды. Өйткені бұлар өте жіңішке ультра дыбыстар болып табылады. 16 герцтен төменгі дыбыстарды құлақ шала алмайды. Олар инфрадыбыстар болып табылады. Құлағы ең сақ жануарлардың бірі ол жарғанат болып табылады. Ол 175.000 герцке дейін ести алады екен. Иттер 100.000 герц, шегіртке 90, тауық 38. Адамның естігіштік қабілеті сайрау құстармен бір деңгейде болады екен, 20.000 герц болады екен. Сипап сезу түйсіктері адамдардың еңбек әрекетінде ерекше орын алатын түйсіктердің бірі болып табылады. Бұның екі түрі болады. Біріншісі пассив,
пассив сипайы сезүүгө тери түйсүгүнүн түгүлдүү барлыгы киреді. Екіншісі актив сипай сезүү. Актив сипап сезүү тери және қозғалыс түйсүктөрдүн ушташып келүүнөн көрүнөдү. Актив сипай сезүү түйсүгүнүн рецепторы адамдын колунда, саусактарында орналашкан болот. Алаканында орналашкан болот. Осы түйсүк аракеттин нактылуу бир түрүнүн ыкпалы менен күчтүү дамып отурат. Сипай сезүү түйсүктөрүнүн жалпы еңбек процессинин усак түйүк ерекшеликтерин меңгерүүдө, мектепте окуучуларды кол еңбегинин дағдыларына үйретуде, сондай-ақ көзі нашар көретін, немесе соқыр, мылқау керең адамдардың тіршілігінде де ерекше орын алатын түйсіктердің бірі болып табылады. Келесі түйсіктердің түрі ол иіс сезу түйсіктер. Иіс сезу түйсіктері бір жағынан контакты болып келсе, екінші жағынан дистантты. Яғни иіс шығаратын адамдар адамның мұрнына әсер етеді. Сол адамдар келіп адам мұрнына әсер еткесін біздер иісті сеземіз. Сондықтан ол контакты. Екінші жағынан тікелей контактыны талап етпейді. Сондықтан бұл екінші жағынан дистантты болып бөлінеді. Келесі түйсік ол дәм сезу түйсіктері. Дәм сезу түйсіктері дәмді айыратын мүше тіліміздегі дәм бүршіктері арқылы біз дәмді сеземіз. Ащы, қышқыл, тұзды, тәтті деп төрт түрге бөлінеміз. Тәтті дәмдерді тілдің ұшы жақсы сезеді, тұзды және қышқыл дәмдерді тілдің ортаңғы бөліктері жақсы, ащы дәмдерді тілдің ең арт жағы жақсы сезеді. Сол жерлерде ащы сезетін рецепторлардың көп орналасуының арқасында біз ащыны сеземіз. Сонымен вибрациялық түйсіктер де бар. Вибрациялық түйсіктер олар бір жағынан ол да контакты және дистантты болып екіге бөлінеді олар. Яғни вибрацияны біз сеземіз, контакт. Екіншіден вибрацияны біз арақашықтық жерден сеземіз, ол да дистантты болып табылады. Мысалы көзі нашар көретін немесе соқыр адамдар вибрация алыстан қандай машина келе жатқанында вибрация арқылы сезеді. Ол кішкене машина ба немесе үлкен көлік па келе жатқан соның бәрін айта алады осы вибрация арқылы. Түйсіктің физиологиялық негізін орыс ғалымы, әлемге әйгілі орыс ғалымы Иван Петрович Павлов зерттеген болатын. Бұл өз кезегінде күрделі анатомиялық құрылымдардың іс-әрекетінің бірлігін түйсіктердің физиологиялық негізі болып табылады деп айтқан ғалымдардың бірі. Бұл анатомиялық құрылымдар талдағыштар, анализаторлар деп аталады. Талдағыштар ұғымын алғаш ғылымға енгізген Иван Петрович Павлов болатын. Талдағыштар сыртқы энергияны жүйке үрдісіне қосушы дененің шеткі бөліктерінде жайласқан рецепторлар, яғни периферияда жайласқан рецепторлар болады. Қозуды орталық жүйке бөлігіне жеткізуші афференттік немесе сезімтал мүшелері. Айта кеткен, ол афференттік жолдармен ми қабығына барады. Шеткі бөліктен жеткен жүйке импульстарын өңдеуші талдағыштың ми қабығындағы бөліктер. Ми қабығындағы бөліктері адамның сырттан немесе ішкі мүшелеріне алған ақпаратты бейнелеп, сол бейнелер түйсік деп аталады. Талдағыштар осындай үш бөліктен тұрады. Түйсіктің классификациясын басында айта өткенбіз, 5 түрге бөліп, көру, есту түйсіктері, сипап сезу түйсіктері деп бөлген болатын. Және басқа да классификациялар ғылымда кездеседі. Осы классификациясының бірі Чарльз Шерингтонның классификациясы. Ол интерцептік, пропрецептік, экстрацептік түйсіктер болады деп біздерге осы ұғымдарды енгізген болатын. Чарльз Шерингтон Кембридж университетінің түлегі Лондон қаласында дүниеге келіп, физиология, медицина, биология ғылымдарымен тығыз айналысып, сол ғылымдарда көптеген жаңалықтар ашқан ғалымдардың бірі болып табылады. Түйсіктің түрлері. Экстрацептік түйсіктер өз кезегінде 3 түрге бөлінеді. Олар арақашықтық, контакты түйсіктер
және иіс сезу түйсіктер деп аталады. Міне арақашықтық түйсіктер, көру түйсіктер, есту түйсіктер. Бұлар дистантты түйсіктер. Иіс сезу, жаңа мен басында айта кеткендей, ол бір жағынан контакты, екінші жағынан дистантты болып табылады. Үшіншісі контакты түйсіктер, бұған дәм сезу, ыстықты немесе жылы, суықты сезу, температураны сезу, сипап сезу, тері түйсіктері осы контакты түйсіктерге кіреді. Экстрацептік түйсіктер біздің сыртқы қоршаған ортамыз туралы біздің миымызға бізге ақпарат беріп отыратын түйсіктер болып табылады. Рецепторлары дененің сыртқы жағында орналасқан болады. Экстрацептік түйсіктер. Интерцептік түйсіктер өз кезегінде органикалық түйсіктер және ауруды білдіретін түйсіктер деп екіге бөлінеді. Органикалық түйсіктер ол біздің ішкі мүшемізде орналасқан, біздің мысалы қарнымыз ашқан, немесе жүрегіміз соққаны, немесе жүрегіміз қатты соққаны, ауруды сезіну, міне осылардың бәрі интерцептік түйсіктер біздерге хабарлап отырады. Олардың рецепторлары біздің ішкі мүшемізде орналасқан болады. Проприоцептік түйсіктер адамның тепе-теңдікті ұстауға жауапты түйсіктер болып табылады. Бұның рецепторлары біздің бұлшық еттерімізде жайласқан. Қимыл қозғалысқа да жауап беретін түйсіктер болып табылады. Чарльз Шерингтонның классификациясы бойынша түйсіктер осы үш түрге бөлінеді. Экстрацептік түйсіктер, интерцептік түйсіктер және проприоцептік түйсіктер болып табылады. Проприоцептік түйсіктер жаңағы дене мүшелерінің қозғалыс және кеңістікте орналасуын, бұда миша көп өзінің рөлін атқарады. Келесі классификация бойынша Хэттің генетикалық классификациясы. Протопатикалық, эпикритикалық деп оның классификациясы бойынша түйсіктер екі ғана топқа бөлінген. Протопатикалық түйсіктерге оларға органикалық түйсіктер, яғни ішкі мүшелерімізде жайласқан түйсіктер, эпикритикалық ол дененің сыртқы жағында рецепторлары жайласқан түйсіктер болып табылады. Түйсіктердің қасиеттері: сапасы, түйсіктің сапасы, түйсіктің қарқыны, түйсіктің ұзақтығы, түйсіктің кеңістікте мекендігі, осындай қасиеттері бар екен. Сапалық қасиеттері бар. Сандық қасиеттеріне абсолюттік және айырма сезгіштіктер деп бөлінеді екі топқа.